Ассалаумағалейкум, аса құрметті қазақ елім. Бүгінгі кешке таман Аманат партиясына барып шықтым. Сол кезде Аманат партиясы Шығыс Қазақстан облысы бойынша партиясының басшысының орынбасары Аманбай Мұхамедиярұлына жолықтым. Екеуміз отырып әңгімелестік. Сол осындай әңгіме болу керек. Кез келген мемлекеттік органдарда, кез келген әкімшілікте, полицияда, бәр жерде барғанда осындай ұсыныс жасаған адамға осылай жауап беру керек. Аманбай Мұхамедиярұлына үлкен рахмет. Бастап жатқан жұмысыңызға тек қана ақ жол. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Әрі тағы да сізбен Құдай бұйыртса неше сияқты сұрақтармен, халық үшін деген сияқты мәселелермен әлі жолығамыз сізбен. Рахмет сізге. Қазір артында халқым, қазағым, қазақ елі. Сол кісімен өткізген сұхбатымды жүктеп кетем. Қараңыздар. Аманат партиясындамыз. Ассалаумағалейкумдер. Аманбай Мұхамедияр шыққан жерде? Не. Мына есікте ма? Айгүл деп тұрған жерде ма? Ассалаумағалейкум, рұқсат па? Қалыңыз қалай? Мен бейне жазба жүргізем, ренжімесеңіз, е? Қалыңыз қалай? Кім боласыз? Мен Әділ деген. Естіген шығарсыз. Ридерді. Титарева туралы. Соны халық бәрі сұрап жатыр. Титарева, мен Қазақстан Республикасының қызметінде емеспін дейді. Мемлекеттік тілді міндетті емеспін дейді. Соған қандай шара қолданып жатыр деп бүкіл халық сұрап жатыр, қазақ сұрап жатыр. Бізге іс қозғалды. Сіздерге ме? Иә. Енді ол енді жоқ, заң шеберінде оған біз қарсы емеспіз. Ол қарайды өзі, біледі, мен өзім. Сізге айтайын ол туралы. Сіз енді Титарева бойынша келіп отырсыздар ғой. Иә. Бұл бойынша қазір мәселе қаралды. 25 қыркүйекте партиялық бақылау комиссиясының отырысында қаралды. Енді қазір біз ұсыныстарын тосып отырмыз, ана нелердің енді қазір жоқ, жоқ, өздеріңіз қабылдаймыз ғой. Иә. Жаңа хаттаманың несі бар, жобасы. Сол жобасын жібердік біздің комиссия мүшелеріне. Қазір қарап жатыр. Өздерінің соңғы ұсыныстарын береді. Соны қазір жинақтаймыз да, ертең ол мәселе бойынша хаттамасы шығады. Сол хаттаманы сол кейін аудандық қалалық филиалға, қаланың әкіміне, басқа мәслихатқа, қалалық мәслихаттың төрағасына, басқа кісілерге жібереміз, бюроға жібереміз. Қайсысын бюрода қарау керек, қайсысын енді әрқайсысының өзінің жауапкершілігін әрбір заң бойынша, біздің партияның уставы бойынша өзінің қарайтын органдар бар, соларға жібереміз. Олар қарап шешім шығарады. Біз өзіміздің ұсынысымызды береміз ертең. Сол күн бәрі айтады, халықтардың бәрі айтады, бұл қалай? Мен Қазақстан Республикасының азаматы емеспін дейді. Ол соны екі азаматтығы бар ма сонда ода, соның бәрі сұрап жатыр. Ол қалай аманатқа бармайсың ба деп? Бір ғана Қазақстан Республикасының азаматтығын алған, ол кісі Титарева. Ол сіз, мысалы, ол біздің партияда мүшесі бола алмайды ғой. Жоқ, мен сіздердің уставтарыңыздың бәрін зерттедім. 18 жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, мүшесі болу үшін. Немнесі жұмыстан шығару, ол азаматтықтан айырылса, сол кезде шығарылады деп тұр, сіздерде. Мен бәрін оқып шықтым, бір оны көп ан жерде. Көптеген нелер бар, баптары бар, қай бап бойынша, мысалы, шығуға болады, партиядан шығарылады. Ана кісі сонда өтірік айтты ма, менде азаматтығым жоқ деп. Енді біз енді әр адамның мысалы партия мүшесі болса да, болған жағдайда да, енді оның мысалы не деп жауап берген туралы енді біз естіген жоқпыз ғой, сізден бірінші рет естіп. Менде бар видеосы. Сондықтан біз оны дәл қазір неге өйтіп айтқанын, енді не себептермен айтқанын біз ол туралы жауап бере алмаймыз сізге. Өйткені әр адам өзі
өз сөзіне өзі жауапты ғой. Жауапты болып тұр ғой, иә, бірақ та сіздер мына жерде үлкен одан қарағанда деңгейлеріңіз облыстық қой мына жерде, иә. Содан кейін мен қазақ тілінде сөйлеу азаматтарға міндетті емеспін деген онысы қалай сіз? Дұрыс емес әрине. Өйткені Қазақстан Республикасында тұрғаннан кейін осы мемлекеттік тілін, Қазақстанның мемлекеттік тілі ол қазақ тілі, оны құрметтеу керек. Содан кейін оған ынтасы болу керек, оқимын деген ниет болу керек адамда. Иә, дұрыс айтасыз. Қазақстанның, тем более бұл жай орган емес, Қазақстанның белді партиясының мүшесі. Соның бір алда жүрген партия. Қаланың бір қалалық филиалдың төрағасы ретінде ол кісі әрине қазақ тілін білген абзал. Дұрыс айтасыз. Соған ниет білдіру керек, соған талпыну керек. Біз қазір оны қарадық, ол кісі айтып отыр. Мен қазір жазылдым курсқа, аманшылық болса 5-6 айда курс аяқталғанша мен қазақ тілін бір кісідей меңгермесем де былай ауызекі тілде сөйлесе алатын жағдайға жетемін деп соған өз уәдесін беріп отыр. Уәдесін берді, бірақ та мен не обязана изучать деген ол дұрыс болмай кетті. Осы уақытқа дейін ол ана жерде айтылған сөз ғой енді. Адам енді қателеспейтін адам жоқ қой енді. Бірақ мынау бар ғой, кешіріңіз, мен сізді сөзіңізді айтайын. Мынау бар ғой, Аманат партиясына кір келтіріп отыр. Мен өзім солай санаймын, солай көріп тұрмын. Біз бардық орында, ол кісімен сөйлестік, Аманат партияға деген халық деген жүгінеді, халық деген ұсыныстарын айтады, халық деген мұнайын айтады. Ана кісі алады да бізге деді, мен қазақша ғана сөйлейтін адам болсам, мен қайтып ана кісімен сөйлесем. Келісемін. Көрдіңіз ғой. Өйткені бұл жерде енді ол кісінің тарапынан кеткен қателік. Оны сіздерге ұсыныс, сіз осы жерде көп болған жоқсыз ғой, Айгүл апай болған жерде. Алдында біз келгенбіз, сөйлесеміз. Иә, құтты болсын енді, өзіңізге сізге енді сәттілік, енді қолға аласыздар деп ойлаймын. Ана ондай жерлерге екі тілді азамат болса, бәрібір қай ұлт, орыс болсын, қырғыз болсын, украин болсын, Аманат партиясының мүшесі болады сол жерде. Бірақ та екі тілде болса, біздің қазақ ұлтты, қазақ тілді азаматтарымыз қиындық көрмеу керек. Мен жеке ойым емес, мынау мемлекеттің талабы. Бүкіл біз қазір онымен жұмыс істейміз. Басшында мен де жаңадан келген адамдармыз. Біз қазір ол жөнінде ол бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Енді бір күнде болатын іс емес, дұрыс. Ретімен келетін нәрсе. Сонан кейін бұл жерде асығыстық деген болмайды. Сондықтан біз оны дұрыс шешуін табамыз. Атыңыз кім дедіңіз? Аманбай Мұхамедиярұлы Нұркен. Аманбай аға, мен атым Әділ. Таныс болайық, қуанышты сіздермен танысқан. Өзіміздің тілімізді, өзіміздің мемлекетімізді дамытатын азаматтың бірі сіз мына жерде, біздің өңірде, дұрыс қой. Сондықтан жұмысыңызға сәттілік, аман болыңыз. Осындай түсініспеншіліктер болмау керек. Кез келген адам келіп, кез келген сұрағына жауап алу керек. Қай тілде болсын, орыс тілде, қазақ тілінде, бізде екі тіл жүр негізі. Бірақ та мемлекеттік тіл, ол қазақтың деңгейі тілін ұмытпау керек. Көп адам оны ұмытып кетіп отыр, көрдіңіз бе? Бізге бәрібір кім отырса да. Ұлтқа бөлмейміз, бірақ та білу керек. Депутаттар да отыр ғой, неше сияқты Астанада, қазақша сөйлейтіндер. Сол сияқты болу керек. Кез келген адам, біз одан қиындық көрмеу керек біз, қазақ ұлтты адамдар, азаматтар біздің Қазақстанның. Рахмет сізге. Жақсы.